әңгімесіне барамызда. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығармадағы кейіпкерлер типтерін жасау тәсілдеріне қарай анықтаймыз. Ол үшін қазір барлықтарымыз орындарымызда тұрамызда, рондық қозғалысқа түсеміз. Өзіңіздің айналаңыздағы ресурстар жинақтаңыздар. Ресурстарды алыңыздар. Ресурстарды жинақтаймыз. Алып отырамыз, тежіндан. Қазір біздің өтетін тақырыбымызға қатысты, сансырай сайтқа қатысты ресурстарыңызды айта отырып, тақтаға ілеміз. Жалпы сансырай сарғасқай қандай жазушы? Ол туралы қандай деректер білеміз? Келейік тақтаға. Әркім бірау сөз айтады да, тақтаға келіп білеміз. Сансырай сарғасқай 1925 жылы Султер деген ауылда 29 сәуірде дүниеге келген ол. Жақсы. 29 сәуірде дүниеге келген. Жақсы. Келесі тағы жинап тұтамайды. Сансырай сарғасқайдың Тәмішқара әңгімесін оқыған сәтте сіз оқыған көркем әдебиеттерден қандай кітаптан қозғалғыңызға келді? Ендеше мына нәрсеге көңіл бөлек болды. Бір минутқа қараңыздар. Енді қараңыз, осы фильм сіз оқыған осы Тәмішқара әңгімесіне жақын келетін тұстар бар ма? Қазір бірге отырып біз талдаймыз. Енді осы фильм нешінші жылдары халықаралық кинофестивальдер конкурсына қатысқан болатын. Қай жылдары? 67 жылы кинофестивальдер конкурсына қатысып, қай қалада өтті? Қай мемлекетте? Францияның елінде өтті. Қай қаласында? Кан қаласында өтіп те бірінші орын алған болатын. Түсініп көрейік. Қарай кеттік олар. Енді біз қазір Тәмішқараны талдау үшін, бәріміз бірге Тәмішқараны талдау үшін өздеріңіз жаңа таныс болдыңдар кейіпкермен. Енді менің қолымда кейіпкерлер бар. Жұмбақ кейіпкер, мені түсінге отыратын негізгі. Біз жаңа жазушы туралы жақсы идеялар негізгі ойларын айттыңыздар. Тағы да қосымша мен сіздерге айтып өтейін. 1925 жылы 29 сәуірде дүниеге келді Краснодар селосында, Жамбыл облысында. Аудандық Красногорск аталатын газетке жұмыс жасады. Одан соң хатшы редактор қызметтер негізінде болды. Ұстаз Сұлутөл аталатын романдары бар деп айттыңыздар. Дұрыс, балалар жазушы деп атаймыз есінде. Жұлдыз журналының бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы болған. Енді жалпы біз осы қазір сіздердің қолыңызда менің қолымда кейіпкерлер, ол түсін мен деп аталады, бұл шындақ кейіпкер. Қазір сіз өзіңіз сол кейіпкерді жатқа білесіздер, қандай сипаттау негізінде сол кейіпкерді сипаттап беріңізші деген кезде өзіңіз жатқа айта аласыздар да. Мен қазір кейіпкерлерді ортаңызға тастаймын. Топтың жетекшісі алып, соны жұмбақ кейіпкерді өзі сипаттау бойынша жеткізеді. Сіз соны табасыздар. Бастайық. Алпа топтың жетекшісі. Айта ғой. Тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз. Мұндай қызды кім көрген десейші, түк имені жоқ өзінде. Талассаң, тоқтамай бет бақтырмайды. Оқталсаң, жағаласуға дайын. Нағыз қызыл шоқ бұл балет. Күлдар. Назым. Бесекіл. Жақсы. Келесі оқушылары? Тағы, сіздерде? Бейтаныс болғаның түрінде пәлендей сымбат жоқ еді. Бірақ қара денесіне тура бір мажақ қандай бұлшық еттері бүлк-бүлк етеді. Оның суға түскенін байқамасам керек. Екі шекесі торсықтай кең маңдайына бұрала түскен өрі шашы су тамшыларымен таңғы түскен шықтай жалтырайды. Екі қабағы тура бір күнкере салған кесе секілді. Бетінің еті қалың, ал ені жұқа болды. Рукасын? Жақсы. Келесі оқушылары? Нәубетке бір уыс асық беріп көңілдерді қойған. Себебі осы
себебі осы төңірде одан басқа асықты шебер ойнайтын ешкім жоқ еді. Ешқашан мүлт кетпейтін еді. Сондықтан да әрдайым балалардың асығын ол алатын. Келдібай ағай оны мектебіміздің суретшісі, болашақ суретші, мектебіміздің мақтанышы деп те атайтын. Осы ауылдың үстінен басқа ауылдың шыбырдан өтсе келе, соны бүкіл ауылға жайып жүретін еді. Алдында да Нығметтің шайтан арба алып келген кезде, оны да жалбарынып, бірінші мініп көргенде ол бала еді. Ол кейіпкер кім? Иманбек. Ертай. Дұрыс. Кейде балалар оны түзе қол дейді. Айтса айтқандай қолда бойы ұзын. Жанына пышақ жанағандай терісі сүйегіне жабысып қалған. Өзі апарып, қашан көрсеңде кішкентай балалардың арасында жүргені. Балаларды тек жүре ғана қоймай, оларды шағыстырып, төмелестіріп қоятыны бар. Ол қандай Иманбек. Жақсы, жақсы. Енді дискрипторлар қолында, шаманында, бағалау ретінде қолдарыңызда бар. Өзіңіз енді бағалау парақшаларын дайындап қойыңыздар. Енді қазір біз шарнаға қарайғы талдауға кірісеміз болды. Шарнаға талдауға кірісеміз. Қазір біз дел әдісі бойынша жұмыс болды. Сіздің тобыңызға сіз суреттеп отырып баяндайсыздар тапсырмаларыңыз, А әрпін алған оқушылар, Е әрпін алған оқушылар, олар сол шығарманың негізін талдайды. А әрпін алған оқушылар, Е әрпін алған оқушылар, олар сол шығарманың негізін талдайды. Енді кейіпкерлердің бейнесін тапсырма бойынша орындайсыздар, салыстырасыздар. Сіздің мысалы өтпелеріңізді байланыстырасыздар. Енді газетке қараңыздар, тақтаға тапсырмаларыңызды кеп қараңыз. Бірінші, топ оқушылары кейіпкерлерді және олардың әрекетін сипаттау. Қолыңызда семантикалық карта бар. Осы семантикалық картаның негізіне қарай отырып, сіз мәтіннен сол келтірілген үзінділерді қараңыздар. Кімнің сөзі, қай кейіпкердің сөзі? Ол қандай әрекеттер арқылы анықталады, қандай әрекеттер негізінде көрінеді? Осыны байқаңыздар. Соны өзіңіз сол тұстарды баяндай отырып жеткізесіздер. Бұлар баяндаушылар. Келесі, екінші топ оқушылары, сіз шығарманы оқып отырған кезде өзіңіз сол кездегі пионерлермен қазіргі ұландарды қалай салыстырар едіңіздер? Бір-біріңізге сұрақ қоясыздар, сол сұрақтың мәнін мысалдармен ашасыздар. Ал үзіндіні өзіңіз әрбір эпизодтың негізінде мәтінін ала отырып, шығармадан ала отырып, соны талдау жасайсыздар. Түсінікті ғой? Келесі, үшінші топ оқушылары. Кейіпкер тіліндегі сөз қолданыстарды анықтайсыздар. Түрлі мінез құлықтардың әрекеттерімен көрінеді. Қандай кейіпкерлер, қандай әрекеттер үстінде көрінеді. Келесі, төртінші топтың оқушылары көркем әдебиет арқылы оқығандарын ортаға салып байланыстырады. Сіз бұрын қандай шығармамен таныс болдыңыз? Жаңа біз кинофильмді көрдік, үзінді көрдік. Сіз соны негізге алып та мысалы өзіңіздің тапсырмаңызды орындауыңызға болады. Келістік қой, бастайық бұнда. Мен сіздерді бағалау үшін қазір орталарыңызға, жұптарыңыздың ортасына жүзбенге қоямын. Сіз оны өзіңіз бағалау үшін қазір сіз жұбыңыз. Олдасы мен жұбыларым. Кім жұбыңыз? Әрекет, сен не оттап отырсың, кімді қарғадың? Кейіпкер Иманбек. Қандай әрекеттер негізінде көрінеді? Иманбек Ертаймен жағаласып қалды, өйткені Иманбек Ертайдың киімін тығады. Сосын Ертай бұл киім тыққан адамның суға шомылып жатқан кезде киімдерін тығып қояды, да? Сондықтан Ертай сол алғандарды қарғап, барлық замандықты соның сөз сөйледі. Сонда Иманбек оған ашуланып, оның жауабынан бір тебеді. Келесі? Қандай күннамыз? Төртінші өзінде оның үстіне алдыңғы күні Келдібай аға екеуміз мектептің класстан аралағанда қабырғада ілулі тұрған Қайырболдың суретін көріп таңдандымыз. Бұл жерде Шаншатай өзінің ағасы Келдібай жаңа директормен мектепті аралағанда тақтада іліп тұрған Қайырболдың суретін көреді. Сол кезде таңданып, не деген тамаша сурет, ол біздің болашақ суретшіміз Салған суреті дейді, мақтан етеді, мақтан ішеді солай. Бұл өте дұрыс. Және де бұл эпизодта бұл сөздер қанша сатайды, яғни кейіпкер Шаншатай болды.
Сіздің неңіз шамаңыздар үзінді? Үзінді қайда? Жақсы. Сіздің қалған неңіз? Оның атасы Шаншатай, оның атасына өте қатты ұнады. Себебі оның үстіндегі киімдері өте ұқыпты, өте таза әрі киімдері өте әдемі, өте ұқыпты екенін атасы байқады. Сондықтан ол немересіне сондай баламен дос болуы. Осындай ұқыпты балалармен дос бол деп не? Мүмкін ол көрсетеді. Өкінбейсін дейді, өзімен дос болса дейді, иә? Тағы толтыратыңыздар ма? Жақсы. Советтің тәмшіқары атты шығармасында пионерлердің галстугы қандай түске болатын? Пионерлердің галстугы ол кезде қызыл түсті болатын. Оны әрдайым ертай мерекелерге киіп жүретін еді. Осыны байқаған Шаншатай оған келіп болса да, себебі пионерлер оны әрдайым қашан да болса бойында тағып жүру керек. Себебі өзінің пионер екенін бүкіл жұртқа көрсету үшін. Саған қоятын сұрағым, ал ұландардың галстугы қандай болды қазіргі? Екі өмір салыстырып көрейік. Ұландардың қазіргі замандағы ұландардың галстугы көк түсті. Оның себебі қазіргі заманда Қазақстан Республикасының байрағы көк түспен бейнеленген. Соған Туымыз түстес галстук десін, Соған арнап ұландар тек көк түсті галстуктар киеді. Тамшы. Ертайдың жауы Имабек, ал қожаның жауы Жантас. Бұл жерде мысалға жау деп есептеуге болмайды. Жалпы бұл жерде мысалға арасындағы бір-бірімен келе қарап құлыстанып қалды, бір-бірімен түсінбеушіліктер болып қалды. Одан кейін мысалы бір-бірінің арасында қызғаныштар болып қалды, солай емес пе? Мақтаншақпын деген сөздің өзі қандай ауыр тиеді мысалы сізге? Қай кезде айтады, сен мақтаншақпысың деп айтады? Шаншатай жақсы өзінің үлгілі киім киіп шыққанда, оған ертайда қырсылап өзінің жақсы күйден киіп шыққан кезде туған Ержан оған көріңізде мынау өте мақтаншақ сәнқой деп оны мұқатқаны бар. Атасының Қараңыз да, толтырсын ба? Тағы? Бұл жақта Ертай Шаншатай жазылса, ал қожа Жанарды Жантастан қызған. Дұрыс. Қыздардың арасында талас-тартыс негіз көріп жатыр да? Қараңыздар да, бұл жерде мысалы бір-бірін ұнату, тек қана қызды ұнату емес, қызға сүйсініп қарау емес, мысалы балалар, қараңыз. Олардың бәрі дос, солай емес пе? Досқа қызығу, досқа сүйсініп қарау, соның жақсы өнеген істеріне өзіне қарай қабыл алу, солай емес пе? Қараңыздар, мысалы адам бойында қандай адам баласы болсын, адамның бойында қызығу болады. Қандай кезде, қай кезде болсын мысалға, қызығу қаншалықты өріс алса, қызғаныш соның тасасында болады, солай емес пе? Адамның жаны сондықтан қызығуға жаны құштар болу керек те, қызғаныштан жаны не аулақ болу керек. Неге шығарманың аты Тәмшіқара деп аталынды? Неге? Бұл шығарманың бас кейіпкері Шаншатай оны Тәмшіқара болды. Сондықтан барлығы оны Тәмшіқара деп. Автор және Шаншатайды бүкіл балаларға үлгі болсын деп осындай қасиеттерді берді. Басты кейіпкер болып қойды. Ал нағыз үлгілі оқушы, нағыз оқушы қандай болу керек? Бірауыз тек қана. Нағыз үлгілі оқушы қандай болу керек? Айтамын деп.
әдепті, құтты, кішіпейіл, сыпайы, Дұрыс айтасыз. Тағы. Қандай болу керек қазір? Қандай болу керек? Таза, сыпайы болу керек. Тағы не болу керек? Галстук үнемі тағып жүру керек. Үнемі тағып жүру керек, галстук қалдырмау керек, иә? Күллі және досшы болу керек. Дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Қараңыздар, енді біз мысалға осы әңгіменің негізін қорыта отырып балалар, қазіргі біз өзіміз сол шығарманы оқу арқылы балаларды неге үйретіп жатыр? Еңбек майданына үйретіп жатыр, да? Біз де мысалға еңбекке қарай көтереміз. Біздің еңбегіміз не? Біздің оқу, білім, солай емес пе? Білімді терең меңгеру біздің мақсатымыз осы. Сабағымыз аяқталды.